жақсы көретін боламыз. Мен де жақсы көретін боламын, ақшаң көп болса. Не то что әйелің, мен де жақсы көретін боламын. Сондықтан жұмыс істейтін уақыт қазір. Ақша табатын уақыт. Мыналарға түсіндіріңізші, біреу кофе дейді, біреу бала шу ма? Бала шу харам. Болмайды. Харам. Аға, менде дуа бар дейді. Жолыңды аштыр, дуаны алдырт дей береді. Ол дұрыс баста, дұрыс емес. Басымды қатырма деп. Басымды қатырма. Басымды қатырма деп. Точно айтасыз дейді. Еркек, мен сіздерге бір формула айтып берейінші. Жаттап салып қойыңыздар. Еркек жұмыста үйге асығатын болса, үйінен шыққысы келмесе, телефонын қойған кезде қорықпаса, үйде да, телефонына жабысып туалетке кірмесе, пароль қоймаса, қатыннан қорықпаса бейтіп телефонынан, бұл әйел ең бақытты әйел. Болды. Сізге консультацияға келсе болам, келе бер. Осы жерде ала берсеңіз консультация, тегін менікі. Келсең уақыт кетеді, адам көп күтіп тұрады, қинап қаласың. Айтарын ұмытып қаласың, мен көргеннен кейін бүйтіп ұмытып қаласың, не айтайын деп едім деп отырады. Сосын ең соңында тұрады да, сертке түсейікші дейді. Сондықтан қазір осы сұрай бер, жақсы бол. Мен де сен көрмеймін айта беремін. Мен де ұялып қалам айтпесе. Негізі үйде тамақ дәмді жасайын. Итке де қалмай қалады. Қонаққа келгенде. Қонақты. Қонақтарда бақытты екенмін дейді. Бақыттысыз. Бақытты, соны просто бағалай білу керек. Бағаламағанға бақ қонбайды. Басында қуанышыңды, әйелі, күйеуің сені қорғай ма? Сен бақыттысың. Ақшаны жай алшын айтып жатқаным ғой. Сүйу, жақсы көру деген не? Қорған болу. Мешекті көтерісі емес. Пакетті көтеру емес. Кейбір әйел өз көтеріп жібереді, бай тұрса да. Ол сонысымен бақытты. Әлбетте еркек джентльмен емес. Ол жерде проблема. Бірақ сені қорғаса, тамағын тапқаның аузын алып келсе, еще ең бақытты еркек әйеліне ақша бергенде өзі кайф алады содан. Соның қуанғанынан ләззат алады. Содан өзі мәз болады. Балаларын қуантқанынан соған мәз болады. Үйге жүгіріп келіп, асығып құшақтағаннан мәз болады. Оның да қатыны мейді жейді. Оның да баласы жылайды. Оның да баласы проблемасы бар. Ол да бай емес, ақшасы көп емес. Бірақ үйіне асығып, жәрдем беріп, әйелі де оны құлғып жұмсамайды. Екеуі бірін-бірімен дұрыс шыға алса, бұл мағынасы ол. Таң атқан кезде қасынан тұрғың келмесе, ол қолтығының иісі бар, иісі бар болса, тұрғың келмей мас болса, онда жақсы. Сүйгенде басың айланса, ол басың айлаған жақсы көргеннен емес, насыбайдан. Насыбайды сен басың айланса, ол да жақсы. Сөйтіп бақытты өмірсе болды. Басқа ешкім әкеп бермейді саған бақытты. Соның қадіріне жетсең, сөйтіп құралады, сөйтіп жалғасады. Идеальный бай таппайсыздар. Қайқынан тапсам екен, біреудің байына қызығудың керегі жоқ. Жақын адамның жаназасын көріп не болады? Вайым. Өліп деген сөз емес. Біздің үйдің әкесі ақша табады, бірақ карточкасы менде дейді. Сіз бұны айта бермеңіз. Байың есе қазір карточканы аждап қалайын деп тұрсың. Бұл оңбаған екен деп жоқын дейтпе. Демей ота берсеңіз. Байым без конца екінші қатын аламын деп әдейі айта береді. Не істесем болады? Сен жақсы көреді ол. Сөйтіп сол арқылы сенің махаббатыңды оятқысы келеді. Еркектер сіз ойламаңыздар. Айтса, ол алады деп жоқ. Айтқан еркек ала алмайды. Алмайды да. Просто ол сенің жынданғаныңды көрсеткісі келеді. Не деп бит. Сонымен ондай кішкене газлайтермен сондайдың бір несі жұққанда оған ауруы. Құдай қаласа 85 келгенде әперем, айналайын, жаным әшейін деп 85-ке дейін өліп қалмашы деп тілеңіз болады. Сонымен қояды ол. Өзі армандайтын, байқұстың бір ғана арманы қалды сол. Бір ғана арманы. 85 келді өзім алып берем саған де. Зато
85-ке дейін күшті жүреді, бетіне әжім түсірмейді, шашын ағартады, кремдер жағады, аяқ буынын спортпен заниматься етеді, өліп қалмайын деп сөйтіп жүреді байқұс. 85-ке бір жағынан шығады өзі де. Ұстаз, екінші әйел алуға әйелдің рұқсаты керек емес дейді. Ол қалай? Керек. Жолдасым арағын қоймайды, мазаны алады, ақша албаты шашады. Не істесем болады? Оқытып қойдыру керек, апару керек, орталықтарға апару керек. Алкаш болған жақсы емес. Ұстаз, күйеуім барайық деп бір кісіге апарды, дем салдырам деп. Ол кісі шайтан ой салады. Ит ұқсас, шайтан бар дейді. Өзің шайтансың де. Өзің шайтансың деш, көтеріліп кетсін, нерві көтеріліп. Сенде шайтан бар да, сен өзіңде шайтан бар де. Айт, менде ақша жоқ кезде жаман шайтандар келеді маған де. Мен ауырам де, нервім келеді, жыным келеді. Байым ақша алып келмесе болды, жыным келеді. Сондай современный шайтандар келгенде. Болды, не аласың, айта береді. Негізі бармау керек еді, барып қалған екенсің, ештен кетпейді. Атырауға шақырып отыр. Біз Құлсарыға барамыз бұйырса. Құлсарының шақыруы келді. Бұйырса барам Құлсарыға. Намаз жайлы айтып берсеңіз, қалай бастауға болады? Есенәлі, жұма намаздан баста. Жұмадан қалмай. Жұманы сағынып, жұмаға бар. Алдыңғы қатарға отыр. Алдыңғы қатар бизнес класс. Сол бизнес класстан қалма. Сол бизнес классқа жабысып жүрсең, жұғады. Молдаға жақында. Постоянно молданың бетіне бүйтіп қарай бер. Ғашық адам сияқты. Сен молда да саған қарап бүйтіп. Ол да не беретін болады. Сен бір-біріңмен контакт болады. Сол молда насихатын саған айтатын болады. Сен екеуің дос боласыңдар. Ең соңы жақсы болады. Соның түбі құда боласыңдар. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат дейді қазақ. Тұрмысқа шықсам, сізге неке қидыртқым келеді. Және табу ғана қалды дейді. О, Құдай сыйлады. Сен бірінші тоқым алып алыпсың да, бірақ атың жоқ екен. Бірінші атқа тоқым емес, бірінші ат керек, тоқым табылады. Сонда сен молда қиятын неке, молда асықпа, сен бірінші бай тап, бай проблема, молда жетеді қиятын. Бағың ашылсын айналайын. Алла бұрынғы өткен әулиелердің басына барғанда ниеті қандай болу керек? Екі ниет болу керек. Біріншісі сол кісілерге дұға қылу, екіншісі тәлім алу. Қасиетін жұқтыру дегенді қазір анау истиғаса үкімін айтып кеттік қой біз. Далбаслап, негізі халыққа ондай үкімдер айтылмайды. Біздің түсініктерімізде зиратқа барудың тек қана екі мақсатын ұстануымыз керек. Біреуі дұға қылу, соларға. Олардан бата алмаймыз, өйткені қайтып кетті олар. Оларға дұға қыламыз. Екіншісі, солардан тәлім аламыз. Өмірдің өзі екі-ақ заңы бар. Біреу өлім бар екенін ұмытпа, екіншісі сол бірінші заңды ұмытпа. Бәрібір сол. Әйел адам намазды қалай бастаса болады? Өзі бастай береді. Любойынан бастай бересіз. Араласатын жігіт көп, үйленетін ойлар жоқ дейді. Жауап осы жердедір. Араласатының көп, азайды. Араласа берсе, мынаның жігіті көп екен дейді бәрі. Сен азайт. Керегімізден атпыста, ішінен көрініп тұрады, май-майған біреу. Сен ең әдемісіне қара. Қарама, ең түр жаманына қара. Содан көтерілген жас. Сен ең әдемісіне қарайсың, әдемі саған қарамайды. Сен келіспегенсің, шашын қарама бір нәрсе. Ұнамайды оған шаш қаралады. Шаш ұзындар жарасады. Сен өзіңе ең жаманнан қарасаң, сонда ол ең жақсы болып көрінеді. Ең жақсы болса, сен түбінде ең жаман болып қалдық деймін. Түрі онша емесінен қарасашы. Сонда ол да сен менсінбей жүр, олар жүр, маған қарамайды шығар деп. Сен қарасаң сразу байға тиесің. Мін саған лайфхак. Алладан ғана сұра дейді көп молдалар. Әруақтар желеп жатпау керек дейді. Қалай әкемнің әруағы қолда деп айтып жүрем, сол дұрыс па? Негізі құр айтқаннан пайда жоқ. Әкеңіз сіздің қолдағаннан бұрын сіздің қолдауыңызға мұқтаж болып тұр да.
сондықтан сіз дұға қылыңыз, сіз өзгеріңіз, осы біздің айтылған сөздерді жақсы тыңдаңыз, өміріңізге кіргізіңіз. Сонда сіз аруақты сондай қолдаған боласыз. Қазақ айтпақшы, аунайды дейді. Адам не үшін аунайды деп айтады қазақтың сондай терең философиялық сөздері нағыз руханияттың бастауы. Қараңызшы, ас берсеңіз, Құран оқытсаңыз, садақа берсеңіз, аруақ аунады дейді. Аруақ қашан аунайды? Аунау не үшін аунау? Өйткені домалап аунаса тазарады екен адам. Малдың да түлеген кезде аунайды жылқылар. Сол аунаған кезде денесі тазарып, түктері тазарады. Сол аунап атаңыз жәннетке кіреді, егер сіз сол атаңыздың аруағы желе деп емес, сол атаңыздың, әкеңіздің аруағын желеп, сіз өміріңізді өзгертіп, жақсылыққа бет бұрсаңыз, сол маңыздырақ болады. Неге тахарат алғанда тамақтың астын сипау макрух делінген дейді? Бір, сүннет пен парыз арасы намаз жайын шығып қайта бисмилlah деп айту керек пе? Үшінші сұрақ, намаз үшін әйне сол сүрелер болуын. Бір жыл бұрын дейді, қиналып жүрмін дегенде намаз баста дегеніз, қазір намаз бастадым, шүкір дейді. Алхамдулилля. Жаңа намаз сұрақты қайта қойыңызшы. Ер әйелмен дейді, жүргіштігін қоймайтын еркекке не істеуге болады? Дым ұялмайды, оны мақтаныш қылып айтып отырады жүргіштігін дейді. Бетсізден беті бар ұялады дейді. Енді аузы оның сондай лас болатын болса, сіз сондай дәрежеге түспеңіз. Өзі қыз өсіп отырған шығар, бетіне қараңыз да, өзіңде бала өсіп отырсың ғой, өзің білдіңіз де қойыңыз. Кейде ақымақ сөзді үндемеңе жеңеді. Не айтайын деп отырсың сен, да деп ұрсып семьяңды шайқап алма қызым. Енді оның деңгейі сол, кейде негізі күнә істегеннен де күнәні айтқан ауырырақ болады. Сондықтан оған қоя сал болды. Өзің білден болды. Көршім намазхан дейді. Жұма сайын шақыртып Құран бағыштауға бола ма? Болмайды. Көршіңе тиіп аласың мына тұрыңмен сен. Көршіңе қатын алып, сен де тиіп алып масқара болып кетесің. Шақыра берме оны. Содан ол басқаша ойлап қалады. Шақыра беріп, жұма сайын келе береді үйіңе. Соседтер көріп, мына что-то кіріп кетті мынаның үйіне. Молда екен деп екеуің жабысып, бақың ашып кетіп жүрмесін айналайын. Енді соседке тиіп алғанда жаман емес негізі. Бірақ оның қатыны мен жау болып, сенің үйіндегілер түсінбей қап, Құран оқытудың аяғы сондай сайыз болып кетсе, енді жаман емес негізі. Бірақ керек емес. Айт, Құранды өзің үйіңде оқи берді. Тамақ пісіріп беріп, оған шелпек апарып беріп, содан кейін пирожки әперіп беріп, аяқ жап, пельмен пісіріп, соны үйіне келін болып кіріп алайын деп тұрсың сен. Хитрый, алыстан арқалағанша жақыннан дорбалап соседтің байын тартып алма. Қой. Өзің оқи бер Құранды. Еркек оқысын деген белгі жоқ қой. Әйел де оқи бер. Бағың ашылып беріп, соған тиіп алсаң, енді ол қатыны жоқ болып, сенің майың жоқ болса, онда рахат, онда тиіп ал. Сол шелпектің арқасында құрылған союз деп мен екеңді қиып берем, күшті болады. Шелпектің осы жерде пайдасы болады. Семья құралады. Жақсы болады. Солай болса, болмаса қиын болады жаным. Қой. Өз үйіңде өзің оқи бер. Сенің Құраның қабыл. В точку дейді, көрдің ба? Опасный, көрдің ба? Соны шелпек апарып беріп, ол кіріп, қарсы алып, екеуің ыржиып бір-біріңе. Не болады сол? Шелпектің аяғы. Жақсы. Бәрін бастаған шелпек еді деп отырайық. Бәрі сол шелпектен басталды деп. Құран оқыса, қандай аятты оқып айту керек? Білгеніңді оқи бересің. Әке шешеме өзім Құран бағыштасам, күшті болады. Или қате оқуға қате бола ма? Күнәсі ауыр деп езіп, айта береді, оқи бер. Сенікінен артық ешкім оқымайды. Сен оқи бер, өзің оқы.
сәлеметсіз бе, байым талақ берген, үштер деген несі? Қайта неке қалай жасаймыз? Мешітке барып нақтылау керек. Нәрестені қырқынан шығару жайлы айтып жібересіз бе? Ұл баланы ерте шығара ма дейді. Иә, ұл баланы ерте шығарып дұға қылады. Енді тура қырқынан шығарса да болады. Бұл енді жағдайға қарайды. Қазір ол қадалып қалған нәрсе емес. Неге? Өйткені сенбі жексенбіге қырқынан шығарудың өзі бір церемонияға айланып тұр ғой қазір бізде. Сондықтан оған жұмыста шығаратын адамның жұмыста болуы мүмкін. Соған сенбі жексенбіге келтіріп жатсыз ғой. Сөйтіп сенбі жексенбі тұрады. Мысалы, марқұмның 47 жылдығын бергенде де солай. Сенбі жексенбіге келтіріп жатырмыз ғой жұмысымызға қарай. Асып кетіп жатыр, кейбіреуі жетпей қалып жатыр, проблема жоқ. Зират басына апта сайын баруға бола ма? Біреулер көп баруға болмайды дейді. Соны айтып жібересіз. Көп баруға болмайды. Өзі зираттың басына екі-ақ мақсатта барады. Дұға қылу үшін, екінші тәлім алу үшін болды. Тәлімді үйден де ала бер. Анда-санда барып ұмытып кетпей, қай жерде екен деп барып сағынып, қайтып дұға қылсаң болады. Бірақ сөйлесіп кетудің қажеті жоқ. Өркін келдік, мін тағы өткен аптада келіп едім, биыл тағы келем, келесі аптада тағы келем деп айтудың керегі жоқ. Садақа бергенде не айту керек? Қызым оққа түсіп еді басқа қалаға дейді. Енді проблеманың бәрін айтып берсең керек жоқ. Ауруым бар еді, ішім өтіп жатыр. Мынандай ауруым бар еді деп басынан айландырып, деп дем салып, 3 рет оқып, денеңе сүртіп, ұйқалап, подаграң болса подаграңа сүртіп, қотыр болса қотырға жағып, абай салған адам бәрі қотыр болып, бүкіл әлем қандаламыз шығып отырмасын, керек жоқ. Сондықтан ештеңе айтудың керегі жоқ. Алла өзі итак біліп тұр ғой. Айтып, оқып, қалдап етіп, аурудың бәрін ала кет, со кеткеннен мол кет, мә саған деп берсең, байғыз жүрегі шығар. Сондай сәлем айтудың керегі жоқ. Алла көріп тұр ғой ниетіңізді. Солай. Қыз үшін, мына бала үшін демек, бере бер, Алла көріп тұр ниетіңізді. Кете берсін. Алла көріп тұр, қабыл болсын. Тұрып ап тұрып, ананың алдында айтып, мынаның алдында айтып, дұғасын оқып, анау қолын жайып тұр, сен қолын жайып тұрсың, оқып, қалдап айтып, мә деп басына беріп жүрсең, ол алып жерге сүртіп, өзіңе кетсін, бәлең өзіңе өтсін деп, ол бәлені тағы саған қайтарып, сен оны тосып алып, қайта оған қайтарып, сол садақа беріп отырыңдар енді екеуің екі ортада бір-бірлеріңе бәлеңді атып. Болмайды, керек жоқ, ештеңе айтпай ақ қой, Алла қабыл қылсын деп берер. Әйелім телефонның шиқолын ауыстыра береді. Неден болуы мүмкін? Әйеліңе внимание керек. Әйел телефонын ауыстыр, шиқолын ауыстырса, әйел көрсеткісі келеді, жаңалық көргісі келеді. Сенен көрмей жатыр деген сөз. Сен өзің чехол сияқты ауысып тұр, еркек. Мейірімді бол. Бүгін күл, ертең қалжыңда, 3-ші күні күлдір, кафеге апар, қыдыр, қолынан ұста. Өз қолынан ұстамағасың әйеліңді. Чайды берген кезде бүйтіп астынан бүйтіп ұстап, қолыңды бүйтіп сипаласаң, байғұстың жүрегі жарылып кетеді. Мынау не деп жатыр деп әбден ойланады. Сен соны істемейсің, романтика жоқ сенде. Әйел чехол не өзін ауыстырады? Романтика керек. Романтика жаса. Әйел адам солай. Сіз кейбір әйелдерге романтика жоқ, оған ақша керек. Ақша болса романтика өзі келеді. Сенде енді чехол сатып алатын ақша бар екен, значит, әйелге романтика керек. Кофеге апар. Кофе ішемейді ол. Ішемаса да қандай кофе ішесің деп айтып, бүйтіп, барып, подноспен әкеп берші, ойбай, жылап жіберсін. Сен видеоға түсіріп, салып, бүйтіп, артынан сен салып, бетіңе сердечко қойып, байыма көз тимесін деп, күшті болады. Солай. Құран қатым деген Құранды үйде оқымы, оны қазақша өзім оқысам бола ма? Болады. Оқи беріңіз. Нұрлан имамның эфирінде бірінші рет отырмын дейді. Тыңдап қалып жүрмін. Психологиялық тұрғыда мықты имам. Ол әйелмен әзбен байланыстырып айтып жүр дейді. Алла разы болсын. Енді шариғатпен айта берсем, шариғатқа дайынмын не. Сондықтан кейде адамына қарай айтылады да. Күйеуге шықпай қалам ба деп қорқамын, жасым өсіп 35-те дейді. Сен аккаунтында сурет жоқ қой, сурет қоймайсың, мына түріңмен шықпай қаласың сен. Андай суретіңді қойып қой. Пляждағы емес, пляждағың болса жақындатып есі ауқат байқысың. Нормальный орамалмен түскен, бүйтіп келін болғың кеп жүрген, тағып алып түскен суреттерін салып қой. Аккаунтта сурет жоқ, кім екен түсінбейміз ғой. Соны жақсылап салып қой. Біраз суреттерін салып қой. Содан кейін в активном поискеде жазып қой, ұялма. Бәрі жақсы болады.
Сен Құдайдан сұра. Суреттерін салып бүйтіп түскен күшті болады. Сен Құдайдан көп дұға қыл. Я Алла бер маған де. Сәпсем ешкіммен сөйлеспей жүрген жоқ шығарсың, бар шығар, жытындап жүрген. Соларға айт, басымды қатырма де. Аға, мен сіз сияқты болғым келеді. Жасым 14-те дейді. Жаным сол, елдосым. Алла ұзақ өмір берсін. Сен мен емем, сен имам Ағзамдай боласың, сен Абайдай боласың, Машхұр Жүсіптей боласың. Сол үшін оқу керек, жаным. Инстаграмда көп отыра берме, TikTok көре берме, Free Fire ойнай берме. Сен қолынан кітап түспесін, жаным. Сен қазір бізде молда ұстаздар көп. Мен күштімін, анан тыңдама да, мен тыңдама деп, Нұрлан имам тыңдама деп айтқанда толып жатыр. Сен сондай оқы, осы барлығымыздың ортамызда тұрып беретін рефери болып бер бәріміздің ортамызда. Арбитр керек бізге қазір. Бізге арбитр таппай жатырмыз Қазақстанда. Мына жақта мен шықсам, мына жақтан біреу шығып жатыр, мына жақта ананы тыңдамау керек деп бәрі жабылып жатыр. Сен сол ортада тұрып арбитр боласың берсе. Сен сондай оқы, пока бәріміздің алдымызға тұрып, бәріміздің аузымызды жауып тастайтындай, сен сондай бол. Біз сенде сенің артыңда тұрып, ұстазымыз деп сенің артыңда тұрайық біз. Құдай бізге өмір берсін, сен сондай бала бол. Сондай жақсы болады. Қазір молдалар көп, ойбой, сұмдық да бәрі. Шетінен білгіш бәрі. Ай, Нұреке жаяулатып келе жатып, күліп тыңдап келе жатырмын, өлтіресіз дейді. Қой, өлтірмеңіз. Күйеуім арақ ішіп, үйдегі заттарды залапқа өткізіп, арақ қылады, не істесем болады дейді. Қойдыру керек. Бұлай өмір жалғаспайды. Ондай күйде болса бар, болса бар, жоқ болса жоқ қылу керек. Ол өмір ондай болмайды. Түсімде күйеуім екеуміз Меккеде умрада жүр екеуміз жорып бересіз ба? Екі мақсатқа жорылады. Біріншісі барасыз Меккеге, екінші үлкен орталарыңызда мәміле реттеледі. Бір проблема бар, сол реттеледі. Сараң адамның жүрегіне кіріп кеткен дүние ақшаны қандай дұға сүре оқып шығаруға болады дейді. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз айтқан, әрбір үмметтің бәлесі болады, менің үмметімнің бәлесі дүние болады деген. Негізі дүние жүрекке кіріп кету өте қиын, бірақ сіз кіріп кетті деп айтпаңыз, бәрібір сіздің күйеуіңіз шығар, бәріңіз бауырыңыз шығар. Қалай болғанда да бар дүниенің зиян тимейді деп есептеймін. Ерекспеңіз бірақ. Апамыз онкологиямен ауырады. Алла шипа берсін. Жаман сөз айтады. Мені әдейі ауырттыңдар дейді. Қатты ренжітеді. Не істеймін дейді. Былай ғой жаным. Сау адамды ұрып өлтіріп жатырмыз. Сау адамды. Аяғымен жүріп, өз тамағын өз тауып, туалетке аяғымен барып, памперс кимеген, денесіне пролежин жоқ, өз ішкен тамағын өз дайындап, өзі жуып тазалай алатын адамды ұрып өлтіріп жатырмыз шоколад үшін. Бір дизи үшін басын жарып ұрып өлтіріп жатырмыз балаларымызды. Енді сіз бұл нәрсені былай түсініңіз, сау адамның өзі солай айтса, ауру адамның күйі қандай болады? Сап-сау адам көріп, өз жүріп жатқанда ұрып өлтіріп жатыр. Ауру адам байқұс қайтсын. Қандай күйде жатыр? Мысалы, бізге уақыт тез өтіп жатыр, зу. Ауырып жатқан адамға уақыт өте ме, айтыңыздаршы? 15 минут бір жерің ауырса, шыдашы десінші саған. Врачты өлтіріп қоясын, жеп қойғың келеді. 15 минут шыдай тұршы десеш, не айда жүрсіңдер, неге мен қарамайсыңдар деп прокурор милицияны қырып жіберетін келеді. Қарамай кетті деп анау больницаға приемный покойға барып қырғын шығарғандарыңыз естеріңізде ме? Босамай жүрген медсестраның жанын алып, санитаркаға мынаны бүйтпейсің бе деп врачтармен айғайласқандарыңыз, кейбіреулер врачтарды ұрған тек білеген күндеріңізді ұмытып қалдыңыз.